Өзбекстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігінің стандарт протоколлары һәм денсаулық сақтау министрлігінің номері 75 салы бұйрығына текарланып, перинатал орайыңызда міндетінен бұрын шала толған нәрестелердің офтальмологиялық скрининг амелиятлары өткерілмекте. Бұл офтальмологиялық скрининг амелиятларын өткеруде, бұл амелиятта республикалық қангелестірілген ана һәм бала іліми әмели медицина орай Қарақалпақстан Республикасы филиалымызға Хорезм филиалынан әмели жәрдемге қанигелер келген һәм ретинокамера аппаратында мүддетінен бұрын толған, шала толған шақалақларда көз түбі пердесінің қан тамырлары рауыжлануының диагностикасы өткерілмекте. Ретинопатия кеселігін анықтауда бұл ретинокамера аппаратында ретинопатия кеселігінің 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші басқышлары анықталмақта. Mana bugun biz markazimiz xodimlari bilan Nukusda erta tug'ilgan chaqaloqlar retinopatiyasini skriningini kuzatish uchun Nukusga keldik. Chunki erta tug'ilgan chaqaloqlarni skriningi bizning markazimizda yaxshi yo'lga qo'yilgan va butun respublika bo'yicha kam qatorli markazlar qatorida bizlar ham retinalli kamera berilgan va shu retinalli kamerani Qoraqalpog'iston Respublikasini chala tug'ilgan bolalarini tekshirish uchun retinal kameramiz bilan birgalikda kelib hozir bolalarni tekshirib turibmiz. Bu tekshiruv paytimizda biz 25 ta chaqaloqni tekshiruvda o'tkazdik va 2 ta bolada retinopatiya birinchi darajasi va preretinopatiya bilan 5 ta bolada diagnozini aniqladik. Республикалық қанигелестірілген ана һәм бала іліми әмели медициналық орайында міне бүгін біздерден қоңсы сол Хорезм уәлаятынан келіп, ерте туылған нәрестелерді көздегі ретинопатия кеселігін анықтау бойынша шипакерлеріміз тарапынан жәрдем берілмекте. Бұл бойынша біздерде мүддетінен алдын туылған 31-32 аптедегі нәрестелеріміз келіп, тексеруден өткерілмекте. Бұл ретинопатия кеселігіміз нәрестелердегі көз тамыр кеселіклерінің бұзылу есабынан келіп шығады. Үрметлі ата-аналар, осы нәрестелеріңіз егерде ерте мүддетінен алдын туылған болса, салмағы 1,5 килодан төмен болса, келіп сол офтальмолог көрігінен өткеруіңіз шарт. Себебі бұл уақытта нәрестелердегі ретинопатия кеселігін ерте анықласақ, сол кеселіктің кейінгі асқынлануының алдын алған болар едік. В нашей стране осуществляется масштабный проект, который проходит под эгидой администрации президента Республики Узбекистан по ранней диагностике, выявлению этого заболевания, диагностике и вовремя лечению. Ретинопатия новорожденных – это заболевание детей, которые родились раньше срока и имеют низкую массу тела. Это заболевание характеризуется тем, что сетчатка глаза является несовершенной, незрелой, и сосуды сетчатки глаза начинают расти хаотично, что приводит к нарушению зрения вплоть до слепоты. И поэтому в 5 региональных центров уже установлены ретинальные камеры. И сейчас очень отрадно, что сегодня эта акция протекает и в Нукусе. То есть сотрудники Хорезмского филиала приехали в Каракалпакский наш филиал и осмотрели недоношенных детей.